Жарамсақ сөздің шебері. Қытай тарихында үш патшалық деген дәуір өткен. Сол дәуірде өте турашыл, әмірші адам болған екен. Басқалардың өзіне жағымсып, жарамсақтануын жаратпайдымыз. Шенді шекпенді адамдарға өзі де жағымсымайды екен. Қол астындағы біреуді жарамсақ сөздің шебері айлакерлігіне сүйеніп, әр күнін сайранмен өткізеді екен дегенді естіп, оны өлтірмек болып қылышын алып іздеп келеді. Бір жерден тауып алып, кәрлене, естісем, сен елге жарамсақтанудың шебері екенсің. Бүгін маған бір жағымсып көрші дейді. Әлгі адам, кішкене жарамсақтанғышым бар екендігі шындық, бірақ менің жарамсақтанып жүргендерім түгелдей қарашалары ғой. Өзіңіздей дүниеге атағы жайылған адамның жарамсақ сөздерді естігісі келмейтінін, біреуге біреудің жағымсып жүргенін жақсы көрмейтінін әбден білемін. Менің сізге жарамсақтануға қалай батылым барсын, дейді. Жоқ, сен онсыз да жарамсақтанып тұрсың, қуауыз, басыңды шабайын деп тұра ұмтылғанда әлгі адам, құтқарғаныңызға рахмет деп, оның алдына жығыла кетіпті. Сонда әмірші көтерген қылышын түсіріп, сенің айтқаның ненің құрметі деп сұрайды. Әлгі жарамсақ, әмірші, асқар таулардан асып, басып алғандарыңыз ылғи атағы жер жарған қолбасшы сардарлар ғой. Мендей бір қарашаның басын сіздің қасиетті қылышыңыз кессе, көктен тілегенім жерден табылғандық болмай ма, дейді. Әмірші үн қатпай біраз тұрып, артына кілт бұрылып кете барыпты. Сонда әлгі жарамсақ адам әміршінің артынан қарап тұрып, ақырын ғана, сен де жағымпаздарды ұнатады екенсің ғой, деген екен.